Мына енді Алматының деген қай жеріне көтерілсек те, Алматының қай шетіне шықсақ та, қаланың керемет әдемі жерлер көп қой. Мынау қазір келіп тұрған жеріміз Үшқоңыр деген жер. Үшқоңырдың мынау бірінші қоңыры дейді, мен түсінігім бойынша айтып жатқан. Ар жақта тағы да екінші, үшіншісі бар дейді. Ар жақта жаңбыр кәдімгі қатты құйып жатыр ал. Сәлем достар. Неме? Микрофон алып шыққан жоқсың да? Жоқ, біздер деген негізі қонаққа келген адамыз ғой, бері қарай неге тауға қарай шығарып алып кетті ғой. Иә, қонаққа келдік негізінде мына Ұзынағаш деген жерге. Содан осылай енді тауға шығуға тура келіп қалды. Аяқ асты микрофон жоқ, даусымыз естіліп отыр ма деп қойыншы. Естіледі. Мына ар жақты көрсетіп жіберейік мына жерден. Қала көріп. Мынау иә қала. Мынау Алматы ар жағында. Мынау бер жағында ауылдар иә. Так, мына жерден ар жағына қарата сайыншы. Қандай жер бар екен? Көрсетейін көрермендерімізге. Мінекей осыншама биікке қарата көтеріліп тұр. Мынау жатырған жол. Ол жолда мынау бірінші ғана төбесіне қарап кетті. Мына жаңбыр деген құйып тұр себелеп. Мына қараңыз. Бірақ керемет ауа деген өзгеше. Алматыға келсеңіздер баратын жер көп. Ана жерде қонақтар фото отсып жатыр. Мына менің қызым. Қалай әдемі ме қызым? Фото түсдің бе? Түсірем қазір. Бәрі фото түсіп, видеоға түсіп. Керім болады, әлі төбесіне шыққан жоқпыз. Жаңбыр жауып тұр, нұр жауып тұр. Күшті погода әдемі болып. Мынау жолдан шықтық қой, жоғарғы қарата. Енді осы жолдан шығып, әр қарата көтеріле береді. Неше километр екенін білмеймін. Оны санамаппыз. Ана жерде мотоциклмен адам түсіп жатыр. Күн жаңбыр жауып тұр. Мына жақта тағы да машиналар келе жатыр. Адамдар келеді екен бұл жерге де. Енді бұл жердің сұлулығында қай жағынан әдемілігін бәрін ауызбен жеткізу қиын. Көрермендер бұл жерде тек көзбен көру керек қой келіп. Келіңіздер. Осылай тауға қарата шыққан жақсы екен. Бұл жақтың ауасы бөлек екен ауасы. Айналып көрсетейін. Антықмен келе жатқан адам келе жатыр әнеки. Қазір тоқтаса сөйлесіп көреміз, нағып жүрген адам екен сұраймыз. Кем антықмен келе жатыр. Қалай, жоғарыдан келатсыз ба? Так, тоқтаған жоқ бұл кісі, сөйлесе алмадық. Бұл ютубқа шығады ал, ютубқа. Жеу кетіп бара жатыр, жеу шығамыз деп. Күркіреп, кәдімгі дүрсілдеп жатыр ғой. Керемет те, ауызбен жеткізу мүмкін емес енді. Шынымен де. Өзіміздің Қазақстанымызда баратын жерлер көп қой. Осылай контент жасап, видео жасап көрсете берсек, бұл шетелдіктер де қызығар. Тауда мындай итке дейін қыдырып жүр ғой. Қыдыруға келген демалуға деп қойын ба? Тағы да басқа да машиналар келіп жатыр. Келетін ұлт қой күнде. Мына жерде би болып жатыр. Биден жарыс болып жатыр деп қойын ба? Мына жерге дастархан жасап қойған. Ет, анау, мынау, дөміш жидек. Жоғарыдан тағы да микрофон түсіп жатыр. Жайлап барып келу болатын ұлт тұр. Негізі қорқынышты сияқты я. Негізі біздер дейді Құданың ауылына деген жаңа неге келгенбіз ғой. Бесік тойға келгенбіз ғой. Солар дейді әңгіме жоқ, күшті қарсы алды, үйінде қарсы алды, шаңырағында қарсы алды. Енді кетеміз деп отқанда кеттік тауға барамыз деп енді осы жерге алып келдік. Бұл жер Үшқоңыр деген жер. Манадан бері айтып таныстырдым. Үшқоңырдың 3 төбесі бар екен де осындай. Мына біріншісі. Енді әрі қарата екінші, үшіншіге барайық дейді. Оған өзіміз бармай-ақ қояйық деп тұр. Мен кетсем мына жерде әртүрлі машиналар бар. Қыздарымыз айдап кетті машиналар бар. Сондықтан қоя қойдық осы жерге. Өзінде бірталай жоғары шықтыңыз ғой? Соның өзінде бірталай жоғары шықтық. Маған бері көрсеттім ғой ана жерде. Биік жерлерді. Мықты. Алматы, табиғаты, әдемі, керемет. Сөз жетпейді. Машинада орамалдар жамау болды. Мына орамалдар ма? Молодец. Жамау болды. Жаңбыр бір жол бір нетіп тұр да, күшті. Ана жерде бәрі фотосессия, мықты фотосессиялар болып жатыр ана жақта. Керемет.
Жигули çıkıp жатыр ya, сонымен де қарап тұрмын. Кәдімгідей ауыр сияқты, бірақ мініп түсу бар ғой мына жаққа қарай. Қазір ана Жигулиді көреміз қазір. Мінекей тау. Мінекей мұнда Жигули шығып келе жатқанда, басқаларда бәрі басқа машина, любой машина түсе алады, міне алады деген сөз ғой. Бұл жердегі саяхатымызды осымен аяқтаймыз. Қысқаша болды, бірақ қысқаша болғанмен де өте керемет болды. Осы жерге алып келген құдаларға рахмет айтамыз. Ұзынағаштағы құдалар. Біздер бұйырса кеттік, жолымыз болсын. Жаңа осы машинамен келдіңдер ғой да? Ал давай.